Қайырлы таң көрермендер, қыздар қауымы әрдайым шашы әдемі болып жүргенін қалайды. Бірақ кейде үйде сол әдемілікке қол жеткізудің амал тәсілі болмай қалады, кейде шаш бұралағыш табылмай қалады. Ол кезде әлеуметтік желідегі кейбір лайфхактарды көріп, жүзеге асыруға бола ма деген ой туындайды. Сол әлеуметтік желіде жарияланған видеоларға сенсек, шашты бұралауға мынандай пластикалық бөтелке және кофе ыдысы қажет болады екен. Соның көмегімен және феннің көмегімен шашты бұралауға болады екен. Біз қазір соның рас өтірігін тексеріп көреміз. Шашымыз қаншалықты көлемді бұра болып шығатынын сіздер де көретін боласыздар. Алдымен біз кофе ішуге арналған бір рет қолданатын ыдыстың көмегіне жүгініп көрейік. Ол үшін мен шашымды сәл былай жөндеп аламын және аны дәл ортаға қоюым керек. Және мына жан-жақтағы шаштарды алып, осыған былай ораймыз. Шаштар қысып болғанша енді біраз уақыт алуы мүмкін, бірақ сұлулық үшін енді қыздары барлығын істеуге тырысады ғой. Лайфхактар енді қолда бар дүниені пайдаланып, соның көмегімен тығырықтан шығу ғой. Сондықтан кейде енді біз жасап жатқан дүниелер іске аспай жатқанда өздеріңіз алданғы бағдарламалардан көрген болатынсыздар. Шашымыздың аздаған бөлігін орап шықтық. Енді бұған сәл бұра болу үшін өздеріңіз білесіздер, кішкене сулап жіберу керек. Фенмен ақырын алып кептіреміз. Меніңше бұл негізінен ұзын шаштарға өте дұрыс сияқты, өйткені менің шашым қазір қысқа болғандықтан жан-жағының барлығы ұшып, нәтижесін бірге байқаймыз. Енді шешіп көрейік. Дәл мен айтқандай болды. Міне мына жақ кекілім сәл бұраланды да, ал мына жақ дұрыс бұралана қойған жоқ. Бұл жерде меніңше шаштың ұзын болғаны дұрыс сияқты. Сол кезде мүмкін лайфхагымыз жүзеге асатын шығар. Келесі лайфхагымызда шашты бұралауға арналады. Енді біздің негізгі мақсатымыз осы әлеуметтік желідегі лайфхактар тексеру болғандықтан, бұны да байқап көруді жөн көрдік. Ол үшін бізге мынандай пластикалық бөтелке керек болады. Оны біз феннің ойығымен бірдей етіп, мына шетін ойып алуымыз керек. Қазір көресіздер. Міне кішігірім етіп ойып алдық. Енді осының ішіне шашымызды салып, фенді қосқан кезде шашымыз бұралану керек. Міне салып алдық. Қолымыздан келмей жатыр. Феннің градусы төмен болу керек сияқты. Қарасаңыздар, пластикалық бөтелкеміз балқып кетті. Салқын градусқа қойып алдым, енді тағы бір байқап көрейік. Мына жағымыз сәл кішкене бұраға келді. Бірақ бұл көп сізді әуреге салады. Көргендеріңізде кейде жүзеге аспай қалуы да мүмкін. Бірақ ұзын шаштарға меніңше байқап көру керек сияқты. Ал әзірге тексерген бұл лайфхактар мен үшін жүзеге асқан жоқ.